Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы көктемгі өзгерістер, весенние изменения. Бүгінгі сабақта көктем мезгілі туралы білеміз, көктем туралы өлең оқимыз. Ал енді балалар, бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен танысайық. Былтыр, в прошлом году, тағы, еще. Табиғат оянады, природа просыпается. Жылға, ложбина, су ағады, течет вода. Бәйшешек, подснежник, бүршік атады, набухают почки. Қайталаймыз. Былтыр, тағы, табиғат оянады, жылға, су ағады, бәйшешек, бүршік атады. Ал енді балалар, жаңа сөздерді сурет арқылы есте сақтайық. Бүршік ату, бәйшешек, алма ағаш, яблоня, қаз, күн нұры, лучи солнца, жылға, ложбина. Жақсы балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алыңыздар. Ребята, запишите новые слова в словарь и выучите их. Ал енді балалар, бұл қай кезде болады деген сұраққа жауап беріп көрейік. А теперь, ребята, давайте попробуем ответить на вопрос, когда это бывает. Көктем айлары наурыз, сәуір, мамыр. Весенние месяца март, апрель, май. Күн жылынады, дни становятся теплые. Қар ериді, тает снег. Бәйшешек шығады, появляются подснежники. Мал төлдейді, появляются детеныши у животных. Құстар ұшып келеді, птицы прилетают. Ағаштар бүршік атады, появляются почки на деревьях. Жылғадан су ағады, бегут ручьи. Ал енді балалар, бұл қай кезде болады? Иә, бұл балалар көктемде болады. Жақсы балалар. Балалар, тапсырма. Көктем туралы ауызша айтып беріңдер. Задание устно рассказать о весне. Это задание отправляйте голосовым сообщением учителю. Жақсы балалар. Тыңдалым. Үшінші тапсырма, 89 бет. Балалар, әнді тыңдаймыз, оқимыз. Көктем келді, наступила весна. Көктем келді сағына, бүршік атты алма ағаштар бағында. Біздің үйге ұя салды алақай, былтыр кеткен қарлығаштар тағы да. Дала гүлге оранады, түрлі түске боянады. Нұрлы көктем келген кезде табиғат та оянады. Көктем келді далама. Қуанып жүр ата-ана да, бала да. Қар мұз еріп, жылғаларда су ағып, үйрек қаз жайылып жүр жағада. Балалар, енді өздерің бір мәрте оқыңдар тағы бір рет. Жақсы балалар. Ал енді балалар, 4-ші тапсырма. Болып кеткен іс-әрекетті және енді болатын іс-әрекетті білдіретін сөздерді тап. Балалар, берілген сөйлемдерден ішінен өткен шақта тұрған, келер шақта тұрған сөздерді табыңдар. Содан кейін кестеге орналастырыңдар. Бірінші жағына өткен шақ, екінші жағына келер шақ.
Ребята, вам нужно в данных предложениях найти слова, которые стоят в прошедшем времени и в настоящем времени, и распределить предложение по столбикам. В первом столбике прошедшее время, во втором столбике будущее время. Ойланып көріңдер. Давайте подумаем. Ал енді балалар, тексерейік. Көктем келді, бүршік атты, ұя салды. Дала гүлге оранады, түске боянады, табиғат оянады. Жақсы балалар, бізде өткен шақ т-т, д-д жұрнақтары арқылы жасалады. Ал келер шақ а-е, и жұрнақтары жасалады. Жақсы балалар. Ал енді балалар, дәптерлеріңізді ашыңыздар, бүгінгі күнді жазыңыздар. 6-шы тапсырма, 90-шы бет. Кестенің әр бөлігін жалғастырып жаз. Көктем мезгілін сипаттап жаз. Ребята, вам нужно письменно описать весну. Рассказ ваш должен состоять из 3 частей. Көктемде күн жылынады. Весной дни становятся теплые. Күн райы қалай өзгеретіні туралы жаз. Здесь вы должны написать, какая погода весной. Вторая часть. Көктемде табиғат оянады. Весной просыпается природа. Ағаштар мен гүлдер туралы жаз. Здесь вы должны написать о деревьях, о цветах. Көктемде айнала көңілді болады. Весной вокруг весело. Құстар, жануарлар және адамдар туралы жаз. Здесь вы должны написать о птицах, о животных, о людях. Это задание, ребята, выполняйте в тетради. Ал енді балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.